Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен гарнирге шашылып тұратын көкөністер қосылған күріштің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бір орташа пиязды ұсақтап турап аламыз. Менде пияз үлкен болғандықтан жартысын алдым. Сәбізді 4 бұрыштап турап шығамыз. «100 грамм қатырылған көк бұршақ пен 500 грамм күрішті ыдысқа салып дайындап аламыз. Қызып тұрған өсімдік майына пиязды салып қуырамыз. Пиязымыз жұмсарып сарғайды, енді үстіне сәбізді салып қуырамыз. Сәбіздің үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант саламыз. Қант пен күріштің дәмі жақсы үйлесетін болғандықтан піскен кезде күрішіміз өте дәмді болып шығады. Енді көк бұршақты саламыз. Көк бұршақты көп қуырудың қажеті жоқ. Мұзы ерігенше араластырсақ жеткілікті. Күрішті салып, үздіксіз араластыра отырып, шамамен 5-6 минут қуырамыз. Күріш табаға жабысып күйіп кетпеу үшін үнемі араластырып отыру өте маңызды. Күрішті жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне салқын су құямыз. Күріш толық суға батып тұру үшін тегістеп аламыз. Осы кезде тамақтың дәмін көруге болады. Егер мен сияқты тұздырақ болғанын қаласаңыз, тағы да 1 шай қасық тұз қосыңыз. Буы шығып кетпеу үшін алдымен фольга салып, қақпағын нықтап жауып аламын. Отты бәсеңдетіп өте баяу отта 20-25 минут пісіремін. 25 минут пісіріп алғаннан кейін отын өшіріп, бірақ қақпағын ашпай тағы да 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут уақыт өтті, күрішіміз дайын. Күрішіміз осылай жып-жылтыр шашылып тұратын күріш болып піседі. Дастарханда әдемі көріну үшін осындай кесеге салып, формаға келтіріп ұсынсаңыз болады. Келесі рецепттерді жіберіп алмау үшін арнама жазылып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.